Несеп жолдарына инфекцияның түсуі жиі қайталанатын ауру емес. Ол адам есейе келе пайда болатын ауру. Несеп жолдарының ауруына иммунитеттің әлсіздігі, бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі, бүйректегі тас түйіршіктері, бұдан басқа жағдайлар несептің қабынуына себеп болуы мүмкін. Десе де, емделу үшін түрлі дәрі-дәрмек ұсынылады. Алайда, фитотерапия әдісін қолдану ауруға да, ағзаға да әлде қайда пайдалы әрі арзан. Көбінесе шек пен бүйрекке микроб түскенде несеп жолдары сыр береді. Сонымен қатар тазалықты дұрыс сақтамағаннан, кіші дәрет қысқанда, уақытылы бармағаннан, бүйрекке тас пайда болғаннан, қант диабетінен, жүрек қан тамыр жүйесі ауырғаннан несеп жолдарының жұмысы бұзылады. Аурудың белгілері: іштің айналасы ауырады. Кіші дәрет кезінде несеп жолдары дуылдап ашиды, бөлінді пайда болады. Оған қоса қызу көтеріліп, бойыңызды әлсіздік билейді. Жалпы жағдайыңыз нашарлайды. Осы кезде дәрігерге барып, дәрігердің кеңесін алыңыз және мына емдік сусындардың көмегіне жүгініңіз. Қырықбуын хвощ несеп айдайтын керемет өсімдік. Оны дайындау үшін 1 стақан суды ыдысқа құясыз. Қайнап шыққан соң 1 ас қасық ұнтақталған қырықбуынды салып, 2 минуттай қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп, салқындаған соң ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Бұл қайнатпа несептің уақытылы әрі дұрыс шығуына ықпал етеді. Несеп жолдары мен бүйректі тазалайды, әрі суыққа қарсы күреседі. Қарбыз шырыны. Қарбыздың несеп айдайтын керемет қасиеті бұрыннан белгілі. Сонымен қатар ағзаны тазалауға да қабілетті. Шырынның құрамында бүйректі улы заттан тазалайтын, қабынуға қарсы күресетін пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер бар. Ем үшін күніне 3 стақан қарбыз шырынын ішу керек. Ескеріңіз, әр ем кезінде шырынды жаңадан дайындауға тырысыңыз. Сонда емдік күші арта түседі. Қара жидек шырыны. Емдік қасиеті мол. Бұл жидек дәруменге, антиоксидантқа және органикалық қышқылға бай. Осы пайдалы заттарының арқасында қара жидек бактерия мен инфекцияны өлтіруге қабілетті. Шырынды дайындау жолы қарапайым ғана. Бірдей көлемде шырын мен суды араластырасыз. Егер татымы қышқылдау болса, аздап бал қосуға болады. Шырынды күніне 2 рет ішесіз. Зімбір қайнатпасы. Зімбір микроб пен суыққа қарсы күресетін күшке ие, ал тамыры кез келген ауруды басады. Сондықтан да ішіңіз ауырып, несеп жолдарында қиындық туса, онда зімбір қайнатпасын ішіңіз. Оны дайындау үшін үгілген зімбір тамырының 1 шай қасығын 1 стақан қайнаған суға араластырасыз. Бөлме температурасында салқындаған соң шай ретінде ішесіз. Егер татымы ұнамаса, лимон мен бал қосуға болады. Қияр шырыны. Ағзаны антиоксидантқа, дәрумендер мен минералды заттарға байытады, әрі несеп айдайды. Жаңадан дайындалған шырын несеп жолдарындағы улы заттарды, шлакты шығарып, бактерияның көзін жояды. Ем үшін күніне 2 немесе 3 стақан ішесіз. Ескеріңіз, біз ұсынған емді 3 күннен 7 күнге дейін қабылдаңыз. Егер 10 нәтиже бермесе, дереу дәрігерге қаралыңыз. Итмұрын, шиповник, тамырының қайнатпасы. Ұнтақталған итмұрын тамырының 2 ас қасығын 1 стақан қайнаған суға салып, 15 минут қайнатып, кейін 2 сағат тұндырып, сүзгіден өткізеді. Күніне 4 рет жарты стақаннан тамақ алдында ішеді. Достар, бүгінгі дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.